Білім беру саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпараттық технологиялар орталығы Солтүстік Қазақстан облысы педагогтарының пәндік қауымдастықтарымен жұмысын жалғастыруда. Бүгінгі таңда облыста 12 қауымдастық жұмыс істейді. Олардың мақсаты өз пәні саласындағы жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыруға байланысты нақты міндеттерді шешу үшін жетекші, мүдделі практикалық педагогтарды біріктіру болып табылады. Қауымдастықтардың 2019-2020 оқу жылындағы жұмысын қорытындылай отырып, дөңгелек үстел форматында отырыстар өтті. Кездесулер әртүрлі пәндер мен бағыттар бойынша мазмұнды пікірталас алаңдары түрінде өтті. Онда педагогтар өз ұйымдарының жұмысы, проблемалық мәселелер және үздік практикалар туралы айтып берді.